Нұрбол інісінің әскер қатарында жүргенін мақтан тұтады. Ауыл жігіттерінің денсаулығы жарамағанда Кенжебектің ғана жолы болған. Аз уақытта өзінің отан алдындағы борышын өтеп келетінін есіне алса, інісіне деген сағынышы арта түседі. Ол кенже бала, ерке өсті. Отбасылық көп жауапкершілікті өз мойнына алған Нұрбол әлі үйленбей жүр. Нұрбол білікті маман, ауыл шаруашылық мамандығын игерген, ал Кенжебек болса өмірге жеңіл-желпі қарайтын, көп мәселеге басын ауыртпайтын болып есейді. Нұрбол ішімдіктің зиянын түсініп, інісінің осы әскерден ақылына ақыл қосып, жақсы жағынан тәрбие алып келеді деп сенеді. Өзі жоғары оқу орнында әскери кафедра болды да, кәдімгі әскерге бармаған Нұрбол сарбаз атану бақыт, үлкен жауапкершілік және сол бақыт пен жауапкершілікті арқалап барасың деп інісін бауырына қысып тұрып сәт сапар тілеген. Уақыт шіркін кімді күтіп тұрған, өз заңдылығымен алға жылжитыны анық. Ата-анасы ерте қайтыс болған екі бала бүгінде ер жетіп есейді. Міне бірі әскер қатарында, екіншісі жұмыс жасап үйленуге бел буып, тиын тебен жинауда. Нұрбол мектепте өзінен 2 сынып кейін оқыған, үйі келесі көшеде тұратын Нұргүлді қалайды. Тіпті бір кеште өз ойында білдірген. Қарсылық танытып кет әрі демеген Нұргүлді мендік болады деп ой топшылап жүр. 1-2 рет жылы жүздесудің реті келген. Ол да биыл оқуын бітіріп, ауыл мектебіне мұғалима болып орналасқан. Әдепті қыз, ибалы бойжеткен. Нұрбол іштей Кенжебектің де еркелігін көтеріп, маған да жақсы жар болатын бойжеткен деп, бойын әдемі сезім билеп, болашаққа жоспар құрып жүр. Есік алдына қос самаурын қойылып, екі иығынан дем алып тұр. Қатын-қалаш алыстау ағайынның келін-кепшіктерінің бірі үйдің алдын сыпырып, бірі ошаққа қазан асып жатыр. Бүгін Кенжебек әскерден оралады. Бір үйде бір өзі тұрып жүрген Нұрболдың қуанышында шек жоқ. Көңілді. Ол бүгін жұмысқа барған жоқ. Бастығы да осы ауылдың тумасы, қарсылық танытқан жоқ. Нұрболға: ағасы, Кенжебек сіздің ініңіз болса, біздің досымыз, өзіміз күтіп әкелеміз деп вокзалға өздері кеткенді. Нұрбол үйге бір кіріп, бір шығып інісін көргенше қауысқанша асығуда. Жамағайын жеңгесі Гүлбарам: қайным, көбі кетіп азы қалды, қазір-ақ келіп қалады. Кіші сарбаз жігіт деп сабырға шақырып қояды. Кіші сарбаз жігіті Кенжебек. Жеңіл машина аулаға шаңдата кіріп, тіпті ескі тұмсығын тірей тоқтады. Жиналған қауымның ішінен әлгі Гүлбарам: әй Нұржігіт, кіші бала келді, сүйінші десе, енді бірі: о жігіттер, әскер жігіті келді, отан қорғап келді деп екіншісі: қой әрі, соғыстан келген жоқ қой, отан қорғауды үйреніп келді десейші деп түзетіп қояды. Кенжебек көліктен асықпай түсіп, барша жиналған қауымға бәріңе привет деді. Ойбай көтек, приветі несі? Мына әскердің, әй әскер баласы, ассалау қайда? Ассалау деп келіп қапсыра құшақтап, аман есен оралумен деді. Бәрі дағы қаумалап, әрқайсы өз пікірлерін айтып, Нұрбол топты жарып келіп, бауырын бауырына қысып, сағынышты жүзі балбұл жанып жанарына келген жасын жасырмақ болды. Қауышқан ағайынды екі жігіттерге қарап, әке-шешелерінің көзін көргендері осы күнді көре алмай кетті-ау байқұстар деп өткенге аяныш білдіріп жатыр. Жиналған қауым дастархан басында Кенжебекке арнап тілектерін айтып жатыр. Сені келсін деп Нұрбол үйленбей жүр. Енді келін әкеліп өзіңді жеңгелет десе, отырғандардың ішінен біреуі екеуі бірге үйленіңдер деді. Жиналған қауым үйіне тарасты. Екеуден екеу қалған ағалы іні жігіттер жатуға бейімделе бергенде Кенжебектің бір топ жолдастары үйге енді. Нұрболдың: оу жігіттер, інілер, Кенжебек жолдан келді, демалсын, ертең тағы жолығарсыңдар дегеніне қарамастан өзімшілдікке салып кейгілек сөйлеген орта бойлы қара жігіт: Нұреке, 2 жыл бойы досымызды көрмедік, біз де сағындық, біраз жүріп сөйлесіп келейік, рұқсат етіңіз деді. Басқалар да жарыса құптап жатыр. Қараса інісі қарсы емес сияқты, көзінен байқалып тұр. Жарайды, тек таңға дейін жүрмей 1-2 сағатта оралыңдар деді Нұрбол. Жаңағы тапал бойлы қара жігіттің аузынан ішімдіктің иісі шығып тұрғаны оған ұнай қоймады. Ауылда жиі кездесетін келеңсіз іс-әрекетке бармаса болды деп іштен жаманшылыққа жорымады. Қане досым, тез қимылда, жылдам киін, әлгі солдатскийіңді киесің бе? Қалай еді өзі деп арасында қалжыңдаған болды есік жақта тұрған жігіт. Барлығы шығып кетті. Машина даусы естіліп, дабылдаған дауыстары түнгі тыныштықты бұза жара, көліктің бірден аттай ырғып газды басқандары да Нұрболға ұнамады. Әй, өз-өзімнен күдіктенбей жатайын, келер, қайда барар дейсің деп
төсегіне жақындай бергенде Кенжебектің есік үстіне тастай салған әскери формасын көріп, қағып жөндеп іле бастағанда оң қалтасы салмақты көрінді. Қолын салып қараған Нұрбол өз көзіне өзі сенбеді. Темекі қорабы, темірмен қапталған тұтандырғыш. Ол Кенжебек темекі шегіп үйреніпті армияда жүріп, және осы екен ғой ауырлау болған деп ойын түйіндей бастаған сәтте қағазға оралған тағы бірдеме көзіне түсті. Әлгі темекінің иісін шығармайтын ұнтақ болды дейтін еді. Сол шығар деп ішкі ойын біресе дауыстап, біресе күбірлеп жақсылыққа жорып костюмді орнына түзеп қойды. Нұрбол ұзақ ұйықтай алмай қойды. Бір түрлі көңілі қобалжығандай болды. Төсегінде сан рет аунап тұрып, терезеден бірнеше рет қарады. Түнгі тыныштық орнаған. Әйтеуір інісін күткен ағасының таң ата көзі ілініп кетті. Нұрбол әдеттегіден кеште оянды. Көзін ашқан бойда келесі бөлмеде Кенжебектің төсегіне қарады. Әлі келмепті. Іші қып ете қалды. Жылдам жиналып жұмысына кетті. Күндегідей ерте тұрып таңғы асында ішпеді. Кеш тұрғандықтан ба, әлде зауқы соқпады ма, әйтеуір оразасын ашпастан жұмысқа барды. Нұрболға бөлмедегілер кезек-кезек інісінің келуімен құттықтап, жылы сөздерін айтып жатыр. Кеште жақындады. Нұрбол жиналып үйге қайтты. Келе жатып Кенжебек келіп, тамақ дайындап қойған шығар. Сәл жымиып өзінен өзі дауыстап, мен не деп келемін, әскерде тамақ жасауды ұмытып қалған болар деп қояды. Есіктегі құлыпты көріп Нұрболдың көңілі су сепкендей басылды. Кенжебек әлі келмепті. Киімін ауыстырып көшеге қайта шықты. Аула шарбағына сүйеніп тұрып, өткен кеткендерден сыр тартып көріп еді, білген ешкім болмады. Тағы жалғыздық. Кеше ғана үй іші қуанышқа бөленіп, тіпті жарық тартып кеткендей еді. Міне тағы да беймәлім көңілсіздік орнады. Нұрбол қалжырағандай сезініп, үлкен бөлмедегі ескілеу диванға жантайып еді, көзі ілініп кетті. Тағы бір таң атты. Кенжебектен хабар жоқ. Тағы жұмыс күні басталды. Есік алдында тұрған бөлім басшысы: Нұрбол, ассалаумағалейкум. Сені күтіп тұр едім. Ауданға баруың керек. Сенен басқа жауапты ешкімді көріп тұрған жоқпын. Бірақ күнде тындыратын шаруа бар. Саған ғана сенемін дегені. Қызметіне адал, бастығын қатты құрметтейтін Нұрбол келісімін берді. Аудандағы шаруасын бітіріп, ойдағыдай орындалған ісін сәттілікке бағалап, Кенжебекті көргенше асығып тұрған Нұрбол ауылға баратын автобусқа келді. Жүру кестесіне 1 сағаттай уақыт бар екен. Аудан мен ауыл арасы қашық емес, іргелес десе де болғандай. Жақын асханадан тамақтанып алуды жөн көрген Нұрбол даяшы қызға: қарындас, сүт құйған шай мен тіске басар бірдеме әкелші жылдамдатып дей берген сол еді таныс дауыс. Нұреке, мұнда не істеп жүрсің? Үйіңізге келін келіп жатқанда. Жүрегі жайсыз бірдеме сезгендей Нұрбол: келіні несі? Қашан? Кім үйленді? деген сұрағын соңына дейін тыңдамай, әлгі адам гүрілдеген даусымен: ойбай, кім болушы еді? Бейхабарсыз ба? Кенжебекте кім болушы еді? Күз айы болған соң кеш ертерек түседі. Намаздыгер уақыты. Нұрбол әлгі тапсырыс берген тамағын күтпестен далаға атып шықты. Жүрек қағысы жиілеп, ызаға булықты. Маған бір сөз айтса, жүретін қызым бар, үйленгім келеді десе, қарсы боламын ба? Әй Кенжебек, әлі ақылың кірмеген екен-ау. Әскер сені тәрбиелемеген сияқты ғой. Әлде сен әскер тәртібіне көнбедің бе? Баяғы ырық бермейтін қалпың қазір де өн бойыңда сақталған сияқты ма қалай? Не де болса той қамына кірісейін. Басқа кімі бар? Таксиге отырды да жылдам жүруді өтінді. Келсе үй айналасы абыр-сабыр, көрші қолаң жиналып, алыс ағайындар да бұрыннан білетіндей келіп жетіпті. Оларға хабар кеше жеткендей. Таксиден түсе берген Нұрболдан бірі сүйінші, бірі көрімдік сұраған жеңгетайлар жақындай түсті. Сүйінші дайын ғой, қане көрейінші өздерін. Жоқ, дәл қазір бермесең келінді көрмейсің. Кімге не, кімге қанша бергенін өзі де аңғармады. Төс қалтасындағы азын-аулақ тиын тебенін таратып беріп, бәрінде риза еткендей қатын-қалаш жеңгелердің дауыстары сап тыйылды. Ішке енген Нұрболға қарсы шығып келе жатқан Кенжебек түсін жинап алып: аға, осылай болды деп кібіртектеді. Бауырым, бір ауыз ескертсең қайтеді? Бұл не тірлік? Неге осылай жасадың? Неге асықтың? Кімнің, қай ауылдың қызы? Кенжебектің көзіне тіке қарап, екі қолы оның екі иығында, сәл жеңілдеу сілкілеп қойды. Неге бұлай жасадың? Сенің бақытты болуыңа мен қарсы болады дедің бе? Мен сені күткенім сонша үйленбей жүрдім ғой. Кенжебекте үн жоқ. Басы салбырап, бәрі де жігіттердің давай үйлен, дайын қыз бар дегені ғой, деді дауысы естілер-естілмес міңгірлеңкіреп. Сонда бұл қызды
То есть бұл келінді танымайсың ба? Аты кім? Бұрын сөз салып па едің? Мұғалім дейді. Аты Нұргүл. Нұрбол қалтырап кетті. Екі жұдырығын түйіп қалш-қалш етті. Бәрін бүлдірдім де. Сені тағы екі жыл әскерге жіберу керек қой. Ақыл кірмеген екен деп үй сыртына айналып кетті. Кенжебек бүлдіргенін енді ғана сезінгендей, бәрі де көбірек ішіп жібергендіктен одан қалды жігіттердің ықпалы да зор болды. Той өтпестен келінін көрмей-ақ Нұрбол мекеме басшысына өз еркімен өтініш жасап, жұмыстан босап, Алматы қаласына оқыған шаһарына жол тартты. Көңілі пойыз жүрісінен де жылдам, өкініш пен ыза бойын билесе де, бауырына бақыт тілеп алысқа кетіп барады. Шымылдық ішінде отырған Нұргүлді көзіне елестетеді. Жылап отырғаны анық. Кенжебекті күтпей-ақ неге үйленіп алмадым? Осы сауалды купе ішінде отырып сан рет қайталады. Тіршілік сыйы осылай болды. Тағдырдың жазмышы да осы болар. Жыл өтті. Кенжебек пен Нұргүл іздеп келер деген үмітпен жүргенде жылға жоқ уақытта өтіпті. Бірақ еш хабар-ошар болмады. Күндердің бір күнінде олардың ажырасып кеткені құлағына жетті. Енді міне бауырын іздеп ауылға келе жатыр. Баяғы жол, біреуді қуанышқа, біреуді қайғыға апаратын жол. Кімдер жүрмеген жол, талай бақытты жандар жүрген жол. Нұрбол бір кемшілікті өзінен іздейтіні анық. Неге деген сұраққа неге ақылмен жауап іздемедім. Пойыздан түскен Нұрбол таксиге отырып үйіне келді. Үй айналасы жау шапқандай күтім көрмегеніне көп болған тәрізді. Таныс есік, таныс құлып. Нұрбол есікті ашпастан есік алдындағы кірпішке отырып, ешкім айтпаса да болған оқиғаны, Кенжебектің тағдырын өзінше болжап отыр.